Сәлем сөздің атасы деген халқым. Сол халқымның сақтадық салт дәстүрін дей отырып, балалар келген қонақтарымызбен амандасып алайық. Кәнекей. Өте жақсы. Ал ендеше балалар, біз өзімізге, қонақтарымызға керемет көңіл күй сыйлап алайық, иә? Кәнекей. Қазір жылдың қай мезгілі? Көктем мезгілі. Көктемде далада нелер өседі? Дұрыс айтасыңдар. Ал ендеше балалар, біз ертеңді тамашалайықшы. Тау бөктерінде көктем келіп, жер жасарып, көгеріп, гүлдер өсіп шығыпты. Таң ата гүлдердің бәрі ұйқысынан ұйықтап жатқан кезде жерде түймедақ тұрыпты. Сөйтіп түймедақ орнынан тұрып жан-жағына қарап, түймедақ гүлдерге бұлай депті. Мен қандай қараңдар әдем болдым? Сөйтсе құртқа шаш гүл айтты. Тағы әдемі депті. Сөйтсе гүлдердің бәрі, «Я, мен әдемі» деп барлығы таласа бастапты. Сөйтіп таласып тұрған кезде түйме жақ-жұрт етсе гүлдер қорқып отырып қапты. Сөйтіп бастарын көтеріп жайлап қараса, тау ата екен келген. Ой, саламатсыңдар ма? Гүлдер, сендер неге таласып жатсыңдар? Мен, білесіңдер, мен биекпін. Мен ғаламның неше түрлі биік ғимараттарда барлық айналаны көремін. Балалар, машинаның неше түрлі маркалары бар. Бірақ олар таласпайды ғой. Сендер неге таласасыңдар? Сендер бәрінде әдемісіңдер. Таласпаңдар. Сол кезде түймедақ өзінің қателігін түсініп, тау атадан кешірім сұрап гүлдермен дос болыпты. Сөйтіп гүлдер бір-бірімен дос болып, бүкіл әлемге, табиғатқа, адамдарға хош иіспен әдемдік сыйлапты. Рахмет сендерге балалар. Ол дала гүлдері, және үй бөлме гүлдері, және емдік гүлдер екен балалар. Қараңдарша, дала гүлдерімізге біздің мынау айналамыздағы роза гүлдеріміз жатады, иә? Ал енді бөлме гүлдерімізге, міне, бірнеше бөлме гүлдеріміз тұр, иә? Ал енді қараңдарша, дала гүлдері мынау бәйшешегіміз, қызғалдақтарымыз болса, алуа. Ал енді балалар, емдік гүлдер туралы айтатын болсақ балалар, сендер осы далада серуендеп, ойнап жүргенде алуа қолыңды сен жарақаттап алған кезде не істейміз? Бізге сол кезде бөлме келіп қонаққа келеді екен. Мына емдік гүліміз алоэ келеді екен. Кішкене қана бөлігін кесіп алып, оны қолымызға жағып қойсақ, біздің қолымыз жазылып кетеді екен. Мына бізге гүлдердің пайдасын көрдің бе алуа, қандай әсем? Ал енді балалар, әсем сен білесің ба? Санжар, гүлдердің бір ерекше қызық қасиеті бар екен. Гүлдеріміз қашанда көрсеңдер жайқалып, әдем болып тұрады. Ол неде деп ойлайсыңдар? Кім біледі екен? Неде екен? Ендеше мен айтайын балалар, ол әсем махаббаттан екен. Біз жан тәнімізбен, махаббатымызбен гүлдерге қараймыз. Гүлдеріміз сол себепті жайқалып өседі екен. Ал ендеше осы гүлдерімізге деген ризашылығымызды білдіріп, кәнекей балалар қақпақтарымызды айтайық, иә? Жақсы еді. Батан көте
керемет түстер шығады екен. Солай ма? Ал сен Жанболат қолың алдыңда қаламды ұстап, кәні келген қонақтарымызға көрсете ғой, қандай түс екен атап бер. Келесі қаламды ала ғой. Екеуін араластырамыз. Сол кезде қандай түс шығады екен? Көлгін түс шығады, дұрыс. Қандай түс? Қызыл. Келесі қандай түс? Сары. Екеуін араластырса, қандай түс шығады? Қандай түс шығады? Оранжевый, қызыл сары түс шығады екен. Жақсы. Сен ала ғой кәні. Сары, екеуін араластырамыз. Қандай түс шығады? Жасыл түс шығады. Сендер байқадыңдар ма, байқамадыңдар ма, мен білмеймін. Бірақ мен мына бірінің арасында қызылды, жасылды бір нәрсенің жасырып тұрғанын байқадым. Көрдіңдер ме сендер? Ой, байқап қойды, Ескендір ендеше келе ғой, кәні Ескендір сен ала қойшқан. Бұлан да байқап қойдың да, бек сұлан келе ғой. Әні байқаған балдар аламыз. Қоямыз. Рет саны бойынша кәні қойып жеріңдер. Балалар мына жерде сандарымен тұр екен ғой, ә? Рет санымен өздерін қойып жеріңдер. Әкелен қоя ғой. Ой, жарайсың, тазалықты сақтаға өте жақсы, е? Ал енді концерт бұлай ашай, кәріп қол келген қонын. Ал бізге енді сіңдер шыққан. Дұрыс. Ал енді қарашы мұна. Бірде қандай әріп тұр? С деген бар. Ал мұна екіде қандай әріп тұр? У әріпі тұр, дұрыс айтады. Келесі мұнау 3 деген санда қандай әріп тұр? Р әріп тұр деген әні. Өзінің атын басатын. Ал 4-те қандай? Ерді тұр екен, ой, 5-те ше? Тұр екен, е? Ал енді осыны қандай сөз шықты қазір біз оқиға бұндап кәніміз? С, У, Су. Айтамыз бірге, Су. Енді, Р, Е, Т. Рет. Ал енді қосамыз бұнда. Су, Рет. Қандай сөз шықты? Сурет. Жарайыз. Бір қызықты бізге бір қонақтар келе жатқан сияқты. Осы балалар сурет салады деп. Кәнекей қонақтарымызды шақырайық. Айтады. Саламатсың ба? Я, сен кімсің? Қара түссің ба? Қош келдің қара түс. Я, қандай ерекшелігің бар қара түс сенің? Сурет, барлық суретті сала бересің ба? Жақсы. Міне қылқалам. Ал, ендеше сурет салып бере қойды. Қара түс күшті нәрсе салып жатқан сияқты. Сурет екен қара түс. Балалар, қараңдаршы. Қара түс мақтанып, мен күшті сурет салып, барлық сурет сала берем дейді. Бұл не қара түс? Мандарин дейді. Мандаринге ұқсай ма? Ұқсамайды бұндай мандаринге қара түс. Мандарин түсі сары дұрыс айтады, бірақ пішіні келеді екен, е? Ендеше біз көмекке тағы да бір түсті шақырып жіберейік. Сары түсті көмекке шақырайық кәнекей. Қош келдің сары түс. Сенің бізге көмегің керек болып тұр. Көмектесесің ба? Жақсы. Ендеше қарашы бізге қара түс, қара шеңбер түсіп берді. Осыны бір керемет гүлге айналдырып бересің ба? Міне балалар, қараңдаршы. Біздің сары түс бізге керемет не жасап берді? Гүл жасап берді. Бірақ бір нәрсе жеткізді, иә? Бұған біз жасыл түсті шақырамыз. Иә? Бізге көмектесесің ба? Ал ендеше көмектесесің.
Қандай керемет. Керемет гүл жасап шықты. Күнбағыс, я? Күнбағыс гүлін жасап шықты. Қараты сен түсіндің ба? Естейсің енді түстермен. Барлық түстермен дос болам дейді. Рахмет сендерге. Біздің құм астындағы сурет деді. Ендеше біз шығармашылық жұмыс жасаймыз балалар қазір біз. Ол шығармашылық жұмысымыз мынадай балалар. Мынау бізде қағаз, я? Және мына жерде біздің бояуларымыз тұр. Бүгінгі біздің көңіл күйіміз қандай балалар? Керемет, солай ма? Я? Осыны мына жерде қылқаламды аламыз да, мынау суға батырылған қою қылып, міне бір түсті таңдаймыз. Одан кейін қылқаламыз, келесі қылқаламызды алып, тағы да мен мысалы жасыл түс таңдағым келіп тұр, я? Осыны мына ортасына жағамыз. Бұны да қоямын да. Мен енді өзім сары түс таңдағым келіп тұр. Tamam. Сары түсті алғым келіп тұр. Мінекей сары түсті қоямын. Көрдіңдер ме? Жаға бересің. Дәл осылай қылып, міне бәрін жағып шығыңдар. Соны сосын теңдей ортаға бөліп, бір-біріне біріктіреміз, міне. Біріктіреміз да жайлап сипалаймыз. Міне, жайлап сипалаймыз. Содан кейін болғаннан кейін бәріміз ашамыз. Бір ба аламыз. Кәлі мен сендерді көмектесіп жүрейін. Алла, біріктір. Аңшыққан апайларға көрсетейікші. Міне біздің керемет гүліміз шықты. Бүгін гүл еді, міне балалар. Міне, әркімнің өзінің көңіл күйіне қарай, міне бізде керемет гүлдеріміз шығып жатыр. Міне, бәрін көрсетіңдер апайларға қарап. Ұста. Менің қандай гүлім шығыпты, кәні ашайық бәріміз. Міне меніңкі мұнандай сары гүл шықты, қарыңдар қандай әдемі. Аша қой, қандай керемет сурет шықты, я? Қан ал енді қоя қойыңдар. Өте керемет жарайды. Қандай пішін? Айтшы кән. Қандай пішін ашын? Аша. Аша. Түсі қандай? Көк. Гүлдің түсі қандай? Көк. Дұрыс айтады. Ендеше мына жерде біздің көбелектер ұшып жүр екен. Осы қай көбелекті орналастырасың? Қой, ой, керемет. Ал, Рамазан, мынау қандай түс? Қандай пішін? Шеңбер, е? Аха, түсі? Қызыл, гүлдің де түсі? Қызыл. Сен мына жерге қандай гүлді көбелекті қондырасың? Дұрыс, жақсы. Ал, Ақберді, мынау біздің қандай пішін? Мұны олсын кейін, жарайсың. Қандай пішін? Көмектес шерекші балалар, мынау қандай пішін? Қандай пішін?